Тамыздың алғашқы жексенбісі темір жолшылар күні. Алыс сапарға шыққан әрбір жолаушының елдің бір шетінен екінші қиырына дейін қауіпсіз жету үшін темір жолшылардың атқаратын еңбегі зор. Күн сайын шойын жолдар арқылы жүздеген пойыздар жүйткейді. Ал бұл жердегі қауіпсіздікке мыңдаған адам жауапты. Әсіресе жол серіктерге жүктелген міндет зор. Еңбек жолын жол серік қызметінен бастаған Ильяс Өтегенов жолаушылар тасымалы Батыс филиалының Атырау телімі бойынша пойыз бастығы. 20 жыл темір жол саласында еңбек еткен жан көбіне үйде емес, жолда жүреді. Ол темір жол саласына кездейсоқ келмеген. Екінші буынға жалғасқан темір жолшылар әулетінің заңды өкілі екенін мақтан тұтады. Отбасылымда енді әкем, атам, әжамда бәрі темір жолшылар. Өзімнің ағам, немере ағам, ол да темір жолшы. 9 жылдан бастап осы темір жолда жұмыс жасап жатырмын. Жол серік болып бастадым Ақтөбе-Атырау пойызында. Қазір бұрынғы қарағанда әрине қазір жақсарды. Қазір заманымызға қарай мына вагондардың жаңа вагондар алынып жатыр. Қазір мекемемізге міне осы 11 жылға келген вагондар бәрі су жаңа. Ішіне қалыпқа жағдай жақсартылған. Бригадамда 18 жол серігім бар және бір пойыз механигі бар. Енді барлығымызға бір екінші семья ғой, енді коллектив болғаннан кейін. Енді жол болғасын әртүрлі оқиғалар, бір жағдайлар болып жатады. Енді бір вагонда 2 күн жүргеннен кейін адамдардың бір ағайын тума туыс болып кетеді ғой, бірін-бірімен қарым-қатынаста болғаннан кейін. Енді бір кейбір мінез адамда ашық ауыр адамдар болады. Енді олардың да бабын тауып жол серіктер жұмысын жақсы атқарып жатады ғой. Нөмірі 3-ші 8972 тепловозы жұмысқа дайын. Машинист Аманғалиев. Ал темір жолдың қауіпсіздігіне тікелей жауапты тұлғаның тағы бірі машинистер. Санат Аманғалиевтің биыл алып техниканы басқарғанына 10 жыл. Жұмыста мамандардың уайымсыз қызмет етуіне барлық жағдай жасалған дейді ол. Қиыншылықтар да болады. Түнгісімен де жүргенде жаңағы. Енді ұйқыға өте мұқият болу керек. Жауапкершілігі өте маңызды бұл жұмыстың. Күндізгі де ауысымда да күн ыссы болады. Енді денсаулыққа өте мықты болу керек. Осындай жұмыс жасаймыз. Енді жұмысымыз өзімізге ұнайды. Осы Қазақстан бойынша, осы Атырау облысы, осы Батыс өңірі, осы жүк тасымалдаудан осы бірінші орында келатыр. Осы кварталда да жоспарды ойдағыдай орындап, осы бірінші орында келатырмыз Қазақстан бойынша. Санат Аманғалиев секілді темір жолда 50 машинист бар. Бұл жердегі жұмыс бір-бірімен тығыз байланысты. Олар күніне 300-ге жуық вагонды бір-біріне жалғайды. Ал оның жұмысын Жалғас Ермашев секілді пойыз құрастырушылар қадағалайды. Ол қазіргі жұмыс жүйесі бұрынғымен салыстырғанда автоматтандырылғандығын айтады. Бұның жасығы қазір оңайлап енді. Сменге бір 50-60 тонна келеді. Башматтан саламыз, машинаны аламыз. Орындарына береміз сүретін жерлеріне. Уақытында шығарамыз. Пойыз құрастырушылардың көбі жастар қазіргі таңда. Енді осы Ермашев, Жалғас сияқты 7-8 азамат жігіттер бар. Пенсия жасына 5-6 жыл қалған. Сонда да олар жұмыстарына жақсы қарап, жақсы тәлім тәрбие беріп жастарға бар жақсылықтарын көрсетіп жатыр станцияға. Енді осы Атырау бөлімшесінің қызметкерлеріне, станция қызметкерлеріне бәрін алдағы атқан төл мерекесілер құтты болсын деп. Шетіне отыра салайыншы, келесі станциядан түсіп қалам. Мен де темір жолда жұмыс жасаймын. Сессиядан шыққан студент едім, ауылға қайтып бара жатқан деген сөздер қабылданбайды. Сала мамандары мәдени шараларға да белсенді. Биыл темір жолшылардан құрылған әзіл-сықақ тобы республикалық жарысқа қатысып үздіктер қатарынан көрінген. Темір жолдың өзі, яғни әзіл жазуға, әзілге деген үлкен алаң болып есептелінеді. Жұмыс барысында, машинистердің сапар барысында, жай ғана қарапайым пойыз құрастырушылары болсын, жол серіктері болсын, путистер болсын, вагониктер болсын, қай-қайсының жұмысында қызық жағдайлар болып тұрады. Осылардың бәрін ала отыра, осылардың бәрін ескере отырғанда жақсы әзіл алаңы деп алсақ болады. Сол себептен осындай команда құрылып, үлкен дәрежелерге жеткен болатын. Жайдарман лигасында болдық 2015 жылдан бастап. Темір жолы құрама командасының негізін осы Атыраулық КТЖ.кз командасы болып құрылғаннан бастап негіз болып қалыптасты.
2015 және 2016 жылдың қорытындысы бойынша Атырау теміржол жастары 2 жыл қатарынан Қазақстан теміржолы бойынша, яғни барлық Қазақстан облыстары бойынша жүлделі бірінші орынға ие болды. 2 жыл қатарынан жеңіс осы Атырау жастарында болды. Сол себептен ол енді бірінші кезекте осы басшыларымыздың қолдауының арқасында, соның арқасында енді тоқтап қалмайды. Өнерлі жастар көп теміржолда да. Теміржолшылар қысы-жазы ауа райының тосын мінезіне қарамастан еңбек етеді. Бұл жер тәртіпсіздікті көтермейді. Бөлімше жетістігі осы тәртіп пен ауызбіршіліктің нағыз дәлелі. Теміржолшылардың басты мақсаты саланы заманауи талаптарға сай бәсекеге қабілетті ету. Нұргүл Рамазанова, Артур Бұтпанов, жаңалықтар қызметі.